атипиялық клеткаға айналуы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша жыл сайын 500 мыңға жуық әйелдерде жатыр мойнының обыры анықталады. Әйелдің репродуктивті жүйесінің қатерлі ісіктерінің арасында жатыр мойны обыры сүт безінің обырынан кейін екінші орынды қамтиды. Ол 19,14% жағдайда кездеседі. Жатыр мойнының обырының негізгі себептері адам папиллома вирусы 99,17% жағдайда адам папиллома вирусының онкогенді штамдарымен шақырылады. Зерттеулер нәтижесінде жатыр мойнының обыры 71,15% жағдайда адам папиллома вирусының 16-шы және 18-ші типтерімен шақырылады. Жатыр мойны обырын алып келетін себептер ол жыныс қатынасының ерте басталуы, серіктестерінің көп болуы, жыныс қатынасы арқылы жұғатын жұқпалы аурулар, босану кезіндегі жатыр мойнында болатын жарақаттар, гормоналды препараттарды ұзақ уақыт қолдану, шылым шегу, иммунитеттің төмендеуі. Жатыр мойнының обырының дамуы адам папиллома вирусының беткейлі қабатты, аралық қабатты, парабазалды және базалды қабатты зақымдар, жеңіл дисплазияға, орташа дәрежедегі дисплазияға және ауыр дәрежедегі дисплазияға өтіп, преинвазивті обырға алып келеді. Микроинвазивті обыр 3 мм-ден кем тереңдіктегі тіндерді зақымдайды, инвазивті обыр 3 мм-ден аса тереңдіктегі тіндерді зақымдайды. Жатыр мойны патологиясының жіктелуі. Жатыр мойны алып келетін фондық факторлар. Жатыр мойнының эрозиясы. Бұл жалпақ эпителий мен цилиндрлі эпителийдің шекараларының бұзылу нәтижесінде пайда болатын патологиялық жағдай. Лейкоплакия. Бұл жатыр мойнында қынап қабырғаларында ақ таңдақтардың пайда болуы. Патологияға ұшыраған ошақтарда. Жатыр мойнының полиптері және де үшкір басты кантиломалар жатыр мойнының обырына алып келеді. Аурусация және тинем жүйесі бойынша жіктеме. Бұл бірінші 4 сатыдан тұрады. 0-ші сатысы эпителий ішілік обыр. Бұл жатыр мойны каналында обыр жасушалары тек жалпақ эпителийді зақымдайды, немесе шырыш асты бездерді де зақымдайды. Келесі саты бізде бірінші А сатысы. Бұл микроинвазивті обыр. Ісік тек жатыр мойнының зақымдалуымен шектеледі. Стромаға инвазия 3 мм тереңдіктен аспайды. Бірінші Б сатысы инвазивті обыр. Ісік тек жатыр мойнын зақымдайды. Стромаға инвазия 3 мм-ден артық асады. Екінші А сатысы ісік қынапты зақымдайды, бірақ оның төменгі 3-тен 1 бөлігіне жетпейді, немесе жатыр денесіне таралады. Екінші Б сатысы ісік параметрдің бір жағын ғана зақымдайды, құрсақ қуысына таралмайды. Үшінші А сатысында ісік қынаптың төменгі үштігіне таралады, немесе құрсақ қуысына тіндегі метастаздар береді, вегинарлы метастаздар болмайды. Үшінші Б сатысында ісік параметрді екі жағынан да зақымдап, құрсақ қабырғасына дейін жетеді, құрсақ қуысының регионарлы лимфотүйіндеріне метастаз береді. Төртінші А сатысында ісік қуыққа және тік ішекке таралады. Төртінші Б сатысында құрсақ қуысынан асып, алыс метастаздар береді. Көп жағдайда өкпені, бауырды, бүйректі зақымдайды. Бүгінгі айтылатын тақырып, яғни жатыр мойны және жатырдың құрылысы, анатомиясын білеміз. Яғни әйелдердің жалпы жыныс мүшесі екіге бөлінеді, сыртқы және ішкі болып. Сыртқы жыныс мүшелерге
яғни үлкен кіші ернеулер, деліткі немесе клитор дейді, сүт безі және қынап кіреберісі жатады. Ал ішкі жыныс мүшелерге бізде жатыр, қынап, жатыр түтігі және анабез жатады. Ең бірінші жатыр, латыншасы утерус деп аталады. Жатырдың орналасуына келетін болсақ, жатыр яғни кіші жамбас астауында алдыңғы және артқы беті бар. Алдыңғы беті фацис антериор деп аталады, ол қуыққа қараған, артқы беті фацис постериор, ол тікішекке қараған болып табылады. Жатырдың яғни салмағы және ұзындықтарына келетін болсақ, жатырдың пішіні алмұртқа ұқсаған болып табылады. Жатырдың пішіні алмұртқа ұқсаған. Жатырдың салмағы босанбаған әйелдерде 40-50, босанған әйелдерде 100 грамм болып табылады. Ұзындығы 7-8 сантиметр, ені 4 сантиметрге дейін жетеді. Жатыр құрылысына келетін болсақ, жатырдың жоғарғы жағын түбі деп атаймыз. Ол жатыр түтігінен шығыңқы болып табылады. Ал төменгі қарай жатыр түбімен жалғасы денесі деп аталады. Әрі қарай ол денесі жатыр мойнымен жалғасып кетеді. Яғни жатырдың түбін фундус утери деп атаймыз, денесін корпус утери дейміз, ал мойнын цервикс утери деп аталады. Сонымен қатар жатырдың 3 қабаты бар. Периметрий, мынау сыртқы қабаты, ортаңғы қабатын біз миометрий және ішкі қабатын эндометрий деп аталады. Эндометрий деп атаймыз. Әрі қарай жатырдың мойны, яғни 2 бөлігі бар. Мына жері қынаптық бөлігі деп атайды. Одан кейін мына жағын қынап үстілік бөлігі деп атаймыз. Қынаптық бөлігі, яғни портиовагина деп аталады. Яғни қынап үстілік бөлігін суправагиналис деп аталады. Яғни екеуінің ортасында канал орналасады, цервикальды канал, яғни каналис цервикалис деп аталады ол жерді. Яғни жатыр мойнының ұзындығы 2-2,5 сантиметр болып табылады. Жатырдың мынау қынап, қынапты қазір алып тастаймыз. Жатыр мойнын көреміз. Мынау деліткі болып табылады. Жатыр мойны міне. Мынау сыртқы ернеуі, мынау жаңағы каналы, цервикальды канал ішіне қарай былай жалғасқан болып табылады. Яғни сыртқы ернеуінде бізде көп қабатты жалпақ эпителийлерден тұрады. Ал ішінде, каналдың ішінде бір қабатты цилиндрлі эпителий тінінен тұрады. Яғни осы екеуінің айқасқан жерін трансформация аймағы деп аталады. Яғни бұл клиникада жатыр мойнының қатерлі ісігін анықтайды осы жатыр мойнынан. Яғни жатыр мойнынан осылай анықтайды. Сонымен қатар жатырдың қызметі, жатырдың қызметі ұрықтың уақытша жататын жері. Плацента осы жерде не істейді? Қалыптасады. Сосын етеккір циклы осы жерден шығады, қалыптасып, әрі қарай жатырдың мойны арқылы әрі қарай сыртқа шығады. Сонымен қатар мына жерде жатырдың мойны тоже 3 қабаттан тұрады. Периметрий, эндометрий және миометрий. Сонымен қатар миометрий қабатының ерекшелігі ішкі айналмалы сыртқы қиғаш бұлшығы тіндерінен тұрады. Және де сыртқы қабаты коллаген мен эластинге бай. Себебі босану кезінде жатыр мойны істейді, ашылады, кеңейеді. Кеңейетін болып табылады. Ерекшелігі осы, ал шышты қабатында қатпарланған, яғни қатпарланған болып табылады. Шышты ішкі қабаты жатыр мойнының.
Так, осымен жатыр түсінікті ма? Латыншасы қалай аталады екен? Утерус деп атаймыз. Жатыр мойны не дейміз? Cervix uteri деп аталамыз, аталады. Келесі бізде жатыр мойнының қатерлі ісігінің клиникасын алдын алу жолдарын Назерке Оразайқызына түсіндіріп береді. Жатыр мойны обырының клиникалық белгілері жиі бастапқы кезеңдер негізі симптомсыз өтеді. Ерте белгілеріне ол жыныстық қатынастан кейінгі жағымсыз қан аралас бөлінділердің бөлінуі, яғни контактілі қан кету белгілері болады. Аралық қан кетулер, яғни менструалды етеккір циклы арасындағы қан кетулер болып көрінеді. Одан кейін қоңыр немесе сасық иісті бөлінділердің болуымен көрінеді. Ал кеш белгілеріне келетін болсақ, ол бел аймағындағы сегіз көзге аяққа таралатын ауырсыну белгілері. Қынаптан мол сасық иісті іріңді қанды бөлінділердің бөлінуі. Зәр шығару бұзылыстары, яғни ісік қуыққа жайылған кезде зәр шығару органдарындағы бұзылыстар ретінде көрінеді. Бүйрек қызметінің бұзылулары, яғни уретр обструкциясы кезіндегі зәрдің, яғни бүйректің бұзылыстарымен көрініс табады. Одан кейін жамбас ісінуі, яғни лимфостаз кезіндегі жамбас органдарының ісіну белгілерімен көрінеді. Жатыр мойны обырының диагностикасы. Жалпы бұл биопсия әдісі жатыр мойнындағы көзге көрінетін кез келген зақымдануларда көрсетілген. Жатыр мойын иод ерітіндісімен өңдейді. Иод негативті шилер кеңістігі аталады. Биопсиялық қысқыштарды ақшыл және қараңғы аймақтар арасына салады. Жатыр мойын иод ерітіндісімен өңдейді. Кольпоскопия бақылаумен жатыр мойын нысаналық биопсиясы. Кольпоскопия мақсаты эпителийдің өзгерген аймағын анықтап, нақты биопсия жасау. Кольпоскоп зерттелетін аймақты 40 есе ұлғайта алады. Эритроплакия кезіндегі көрінісі. Жатыр мойны конизациясы, радиотолқынды экстезиация арқылы зақымдалған аймақ алынып тасталынады. Алынған материалды 10% формальдегид ерітіндісімен бекітіп, гистологиялық зерттеуге жібереді. Цитологиялық скрининг әдісі. Скринингтік бағдарлама жүргізуінде жасушалық материалды папиликолог бойынша бояу пап тест қолданылады. Бұл кезде қылқаламды 5 рет ось бойынша, яғни сағат тілімен бұрау болып келеді, және зерттелетін материал заттық шыныға жағылып, эндоцервикс және экзоцервикстен қырынды сонымен қатар аралас қырындылар алынады. Шпацердің ось бойынша 1 рет бұрау арқылы бөлінді алынады. Щетканың ось бойынша 90-180 градус бойынша боялады. Және де жағынды дұрыс алу және оны бекіту өте маңызды болып келеді. Жағындыны заттық шыныға қылқаламның екі жақ бетінен 1 немесе 2 рет жағу арқылы абайлап жағылады. Әрбір шыны тез арада бекіту спреймен фиксацияланады. Одан кейін спрей жоқ болған жағдайда шыны 96% спирт ерітіндісіне кем дегенде 20 минутқа салыну қажет. Папиликолог бойынша цитологиялық жіктеме, ол 1-ші класс қалыпты цитологиялық сипаттама, 2-ші класс қынаптан немесе жатыр мойнында қабыну үрдісіне байланысты жасушалардың морфологиялық өзгерістері, 3-ші класста бұл цитоплазма және ядросының бірен-саран аномалиялары кездесетін жасушалар, яғни қатерлі ісікке күмәндану процесі болып табылады. 4-ші класста анық қатерлі белгілері бар жасушалардың аз мөлшерде кездесуі. 5-ші класста ол типтік қатерлі ісік жасушаларының жоғары мөлшері қатерлі ісік диагнозы нақтыланады. Жатыр мойны обырының емдеу тәсілдеріне тоқталып кететін болсақ. Ең бірінші жатыр мойны обырының негізгі емі радикалды хирургиялық және құрсақ мүшелерінің сәулелік емі болып табылады. Жатыр мойын ампутациясы бұл операциялық көлемдегі емдеу тәсілі. Методиканың бір түрі ол жатыр мойын радиотолқынды конизациясы, яғни зақымдалған аймақта алып тастау.
Және де жатыр қосалқыларынсыз жатырдың экстрипациясы ол толық гистерэктемия деп аталынады. Жатыр мойны, жатыр, қынап және жатыр мойнының айналасындағы тіндердің бір бөлігі немесе жақын жатқан лимфа түйіндері алынып тасталынады. Видеода көрсетілген. Аналық бездерді сақтап қалу қосымша қауіп төндірмейді. Өйткені жатыр мойнының обыры жатыр қосалқыларының құрылымдарына таралмайды. Дистанционды сәулелендіру терапиясы бұл жағдай кезінде сәулелік ем бірінші Б және екінші А сатысында науқастарға операциялық ем қарсы көрсетілген жағдайларда, сонымен қатар қатерлі ісік таралған жағдайларда қолданылады. Сәулелік емнің жүргізу тактикасы. Брахитерапия процедурасы бұл кезінде құрамында радиоактивті сәуле көзі бар аппликаторлар қажет кезде жатырға, жатыр мойнына және қынапқа енгізілу арқылы терапия жүргізіледі. Видеода көрсетілген бойынша. Құрамында изотопы бар аппликатор, мына жақта ісіктік аймақ. Сәулелік емнің асқынулары болуы мүмкін. Ол бізде сәулелік цистит және проктит, аш ішек жылан көздері, ішек өтімсіздігі және геморрагиялық парапатит немесе цистит жағдайлары асқыну процесіне алып келуі мүмкін. Жатыр мойнының профилактикасы. Біріншілікті профилактика ол HPV вакцинациясы 9-14 жаста ең тиімді болып саналады, 26 жасқа дейін ұсынылады. Ол қауіпсіз жыныстық мінез-құлықты қалыптастыру және темекі шегуді тоқтату болып келеді. Екіншілікті профилактика скрининг жасау, яғни ПАП-тест, HPV тест жасау арқылы көрінеді. Және дисплазияны ерте анықтап, дер кезінде емдеу жүргізу болып табылады. Үшіншілікті профилактика емделген науқастарды бақылау, ол 6-12 ай сайын тексеру жүргізу арқылы көрінеді. Жатыр мойны ісігіне қарсы вакцина, адам папиллома вирусы вакцинасы. Жатыр мойны ісігі әлемдегі әйелдер арасындағы ең жиі кездесетін қатерлі аурулардың бірі. Аурудың басты себебі адам папиллома вирусы. Вирусқа қарсы вакцина ең тиімді алдын алу шарасы болып табылады. Адам папиллома вирусының 150-ден астам түрі бар. Ол жыныстық жолмен жиі беріледі. Вакциналардың түрлері Cervarix, Gardasil 4, 6, 11, 16, 18 жаста беріледі. Gardasil 9. Бұл ең жиі қорғаныс, осы Gardasil 9. Кімдерге ұсынылады? Негізгі топта 9-14 жастағы қыздарда, қосымша топта 16-26 жастағы, кейбір елдерде ұлдарға да салынады. Яғни дәрігердің кеңесімен 27-45 жасқа дейін қолданылуға болады. Екпенің сызбасы 9-14 жаста доза 1, екінші доза 6-12 айдан кейін, 15 жастан жоғары 3 доза, бірінші доза 15 жастан жоғары, екінші доза 1-2 айдан кейін, үшінші доза 6 айдан кейін қолданылады. Вакцинаның тиімділігі жатыр мойны ісігінің 90%-ға дейін алдын алады. Жыныс сүйелдерінің алдын алады, адам папиллома вирусын жұқтыру қаупін төмендетеді, иммунитет ұзақ уақытқа дейін қалыптасады. Вакцина егу іс-әрекет алгоритмі. Сәлеметсіз бе, мен сіздің кезекші медбикеңіз, есімім Әйгерім. Сізге дәрігердің тағайындауы бойынша жатыр мойны ісігіне қарсы вакцина егуге келісіміңізді бересіз бе? Қазақстан Республикасының 151 жылғы бұйрығы 2 желтоқсан 2022 жылы шыққан. Қолымызды гигиеналық деңгейде өңдеп аламыз. Бірінші ағын судың астын ашып аламыз, ағын судың астында сүйек сабығымызды аламыз. Демек қозғалыспен бірінші алақанның үшін 1-2-4-5, 1-2-4-5, 1-2-4-5, сорағаттарын 1-2-4-5, 1-2-4-5, сол тәрбиеседі 1-2-4-5, 1-2-4-5, соқақты 1-2-4-5, 1-2-4-5, 1-2-4-5, 1-2-4-5. Осылайынан қолды ағын судың астында шайып аламыз. Қолымызды құрғатамыз. Оны А класс қалдықтар тобына тастаймыз, сырттан бұрғатамыз, оны тастаймыз. А қалдықтар тобына тастаймыз және жабамыз, қолымызды антисептикпен өңдейміз. Дәл солайынан 1-2-4-5, 1-2-4-5, 1-2-4-5, қолымыз антисептик. Бірінші инъекция жасайтын кезде дәрі ерітіндіміздің жарамдылық мерзімін нақты сол науқасқа тағайындалғанына көзімізді жеткізіп аламыз. Шприцтімізді орауынан ақтамыз. Өткізгіштігін көріп алып тексеріп аламыз. Дәрілік ерітіндімізді
аламыз. Дәрілік ерітіндіміздің енесін ауыстырып, вакцина жасайтын пациентке дайындап аламыз. 70% этил спиртке батырылған 4 марта шаригімізді, 2 латогымызды, біреуі таза, біреуі бас латогымызды дайындап пациентке арамыз. Жалпы аймақты бірінші аймақты тампонымызбен өңдеп аламыз, оны бас латокқа тастаймыз, екінші компрессия жасау арқылы кіші аймақты өңдеп аламыз, үшінші инъекция жасайтын орнымызды компрессиялау арқылы инъекция жасайтын орнымызды үшінші аймақты тампонымен өңдеп аламыз, және де дайындалған ерітіндімізді аламыз. Бірінші, үшінші, төртінші саусағымыз цилиндрде, екінші саусағымыз канюлада, бесінші саусағымыз поршенде 45 градуста саламыз. Жоғарғы жағын қысып аламыз. Дәрілік ерітіндімізді екінші қолымыздың көмегімен поршенді айдау арқылы жаймен жібереміз. Дәрілік ерітіндімізді жібереміз. Төртінші мақта шаригімізбен басып тұру арқылы жаймен шприцімізді теретін алып аламыз. Науқастың жағдайын бақылаймыз. Пайдаланып болған заттардың инъекция жасап болған жерін науқасқа шамалы уақыт ұстауды сұраймыз. Пайдаланып болған заттарымыздың барлығын қауіпсіз жоюға арналған қатесіне қойылады. Вакцинаның қауіпсіздігі халықаралық ұйымдармен расталған. Жеңіл жанама әсерлері ине салынған жерлерде ауырсыну, әлсіздік, бас айналу, қысқа мерзімді қызару, ауыр жанама әсерлері өте сирек кездеседі. Қарсы көрсетілімдер вакцинаның компоненттеріне аллергия, жедел инфекциялық аурулар айыққаннан кейін жүктілік емізу кезінде рұқсат етілмеген. Маңызды ескерту, вакцина жатыр мойны қатерлі ісігіне қарсы скринингті алмастырмайды, егілген әйелдерде ПАП тесттен өтуі тиіс. Қоғамдық денсаулық үшін маңызды адам папиллома вирусын жұқтыру таралуын төмендетеді, қоғамдағы қатерлі ісік көрсеткішін азайтады, экономикалық шығынды төмендетеді, ұлдар мен ерлердің арасындағы адам папиллома вирусымен байланысты аурулардың алдын алады. Қорытындылай келе, адам папиллома вирусы вакцинасы жатыр мойны қатерлі ісігінің алдын алудың ең сенімді тәсілі, ғылыми негізделген әдіс, балалар мен жасөспірімдерге дер кезінде егу келешек денсаулық кепілі.